Баршаңызға сәлем достар, Әсәлем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді осындай өте дәмді, ерекше торт түрін әзірлейміз. Ең алдымен бізге манная крупа қажет болады, 1 стакан, және ұн қажет, қантымыз және ұн қопсытқыш разрыхлитель керек болады, және алма қажет болады. Құрғақ заттарымыздың барлығын бір келге етіп жақсылап араластырамыз. Құрамы өте қарапайым қыздар, және бірдей қылып 4 стакан аламыз. 4 стаканға бір келге етіп, яғни тең мөлшерде 4 стаканға бөліп шығамыз. Жасалуы да жеңіл қыздар, құрамы қарапайым, үйден табылатын заттар. Енді біз алманы теркадан өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 3 алманы ғана кетірдім, яғни менің алмамның размері үлкен болды. Кішірек алма болса, онда 5 алма алсаңыздар болады. Яғни барлығын теркадан өткізіп алдық, және алмамызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Құрғақ заттарымызды 4 стаканға бірдей етіп бөлеміз, ал алмамызды 3 бөлікке бөлеміз. Форманың диаметрі 20 см, астына пергамент қағазын төсеп алдым. Енді астына осы құрғақ смесімізді сеуіп аламыз. Бір келге етіп жайып шығамыз. Алма мен құрғақ заттарымызды кезектестіре отырып салып шығамыз. Дәл видеодағыдай. Алманың бір бөлігін саламыз. Алманы салып, тегістеп жайып шықтық. Енді үстіне екінші стакан құрғақ смесімізді сеуіп шығамыз. Яғни алманың сөлімен мына құрғақ заттарымыз, яғни ылғалданады. Қазір соңында көресіздер, бетіне сүт құямыз. Содан кейін торт өзі осылай пісіп шығады. Өте дәмді торт десек болады, немесе пирог десек те болады. Енді алмамыздың соңғы 3-ші бөлігін салып, тегістеп жайып шығамыз бетіне. Соңынан құрғақ смесімізді сеуіп, тағы да тегістейміз. Енді бізге ыстық сүт керек болады, оған сары майымызды салып, жақсылап араластырып ертіп аламыз. Барлық құрамын мен описанияға жазып өтемін. Енді осылай ағаш таяқшаның көмегімен біз осылай тескілеп шығамыз, яғни сүт құятын болғандықтан арасына сүт оңай сіңу үшін ыстық сүтімізді құйып шығамыз. Бір 5 минуттай осы құйғаннан кейін қоя тұрсаңыздар болады. Одан кейін барып 180 градус қызған пешімізге 50 минутқа ұстап аламыз, яғни 50 минут пісіреміз. Мінеке біздің тортымыз дайын болды. Қаласаңыз қант ұнтағын сеуіп шықсаңыз болады. Өз қалауыңызша. Рецепттің жасалуы өте жеңіл, дәмі сондай керемет, өзі ерекше, құрамы қарапайым. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін қыздар. Рецептіні лайк басып және өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Ақжарқын. Сау болыңыздар.